Подписаться кнопкасын басып, биздин каналга катталып, ыкчам кабар, кызыктуу видеолорду көрүңүз. Биз эми жооптуу мезгилге келдик. Бул алдыбыздагы турган жыл өтө жооптуу. Биз тагдырыбызды тандай турган жыл. Биз өзүбүздүн жеке тагдырыбызды гана ойлобостон, үйүбүздө бир бала чака жүргөндүр көзүн жылтыратып. Балким бирөөнүн баласы бешикте жаткандыр. Балким бирөөнүн баласы бир жакшы изги үмүт тилек менен окуп аткандыр. Ошолордун көзүнө бир жакшылап карап, мен болуп туруп өзүмдүн өмүрүмдү жашап атам, мага жетиштүү, жетишет, устраивай. А бирок могул балам үчүн эмне кылыш керек дегенди ойлонуп атчу. Рахмат агай, сиз дагы ден соолукта болуңуз, ийиңиз ден соолук, оорубаңыз, эркелебеңиз көп. Өзүңүз айткандай, аш десе ашка, иш десе ишке тойбой турган чагыңыз сизден көп. Мындан дагы сонун оондорду күтөбүз. Дагы эргип, элибизге өнөрүңүздү тартуулап, талантыңыз ташкындай берсин. Бул 2020 Жаңгырда Усамат деген ырым бар. Анан дагы ырым бар, анын атайын Айперге сактап атам, Булбулум деген. Бул кыз күнүгө ырдап жүрүп ушул укол коет экен. Мен таң калдым. Мурда көптөн бери жатат экен. Көрүп, анан мен идея айттым. Вокал окуп, дагы өрчүтүп алып, бөлөк ба дейрустадан сырткаркы күндөрдө. Анан мыктылап алсаң, туурабы? Анан кийин бирок ырдап кетпе. Сен медицинаны таштабагын, ушундай кызматын кыла бересиң, бирок жанагы ырыңды ырдай бериш керек. Себеби ооруган кишиге ырдап келип укол коюу бул өзү менимче дүйнөдө жок болсо керек. Анан сен 1-2 жыл ошентип ар бир отделенияда да иштеп көр дедим. Хирургияга иште, операцияда монтолуп аткандар бар, ырдоо кичине алаксай түшкүдөй. Реанимацияда иштеп көр. Мүмкүн ошондон улам бир адамга бир дем кирип жакшы болуп кетер. Анан 1-2 жылдан кийин менин оюнумда болсун, эл аралык телевидение жанагындай телерадиолор бар. Азаттык, BBC өңдөнгөндөрдү алып келейин. Анан алар сен жөнүндө бир 10 мүнөттүк жакшы сюжетти даярдап туруп кетирсе, бул дүйнөгө дүңөлөдей түшөт. Менимче дүйнө жүзүндө мындай жок. Деп атам. Жакшы идея. Туурабы? Дүйнөдө мындай жок. Кыргыз ушундай улуу эл экен. Карачы, мына медсестралар ушинтип ырдап келип, оорулууга укол коюп, ушинтип жүрөт экен деген сөз бул Европада, Батышта жана башкаса кетсе, Кыргызстанда дөңгөрөсө, я кандай сонун болот? Азыр мен жаңгырда кусалып
sen tartқан қайғы мен тартқан қайғы келдіріп тиктейін тектіге жаным сен сүйген айды мен сүйген айды сезім талебен сезерсің дайым сен тартқан қайғы ал мен тартқан қайғы бірде чурқап бірде қалып жүрмелеп битінбестен қайран жаштық өйделеп баратқанда балбылдаған от көрдім ай бақыт менден алыс емес өңдөніп қарайлаған көңіліме нұр толып қайрада бір төгілейін нұр болып арман болып дүнием айрылғанша сүйуден ару затым ананайын айданайым маға бір жолу bir ucudan söyle ötüp süyümün bir zamatta oyrum bolğan dünyam özün menen ayık çudayn sezilip ey özüm bilbeyim negeminça süyünüm qaraylagan көңіл нұр толып қайрабастан төгілейін ыр болып қайран жаштық өткенше қайрылбастан кеткенше қарындашым қағылайын қағылайын маға бір жолу тағдыр мені ақын қалсаң адыл күтчү чарчадым жаштық ұзап кетелекте бір жолу ай жашо берчи жашылындай арчаным қарайлаған көңіліме нұр толып қайрабастан төгілейін ыр болып арман болып дүнием айрылғанша сүйуден ару затым айланайын айланайын маға бір жолу қарайлаған көңіліме нұр толып қайрадан бір төгілейін ыр болып қайран жаштық өткенше қайрылбастан кеткенше қарындашым қағылайын қағылайын маға бір жолу қарындашым қағылайын қартайғанша маға бір жолу Подписаться кнопкасын басып, биздин каналга катталып, ыкчам кабар, кызыктуу видеолорду көрүңүз.